Жұма күні адамдар мен жындардан басқа жануар жәндіктердің барлығы таң атпас бұрын күнге қарап тұрады екен. Себебі ақыр заман жұма күні орнайды. Және ақыр заманның соңғы белгісі күннің батыстан шығуы. Олардың қарап тұру себебі күн шығыстан шыға ма екен, әлде батыстан шыға ма екен. Күн шығыстан шығып жатса, ары қарай жұмыстарын жалғастырып кете береді екен. Міне бұл күн келе жатыр. Мысалы жұма күннің өзінің ақиқатына келетін болсақ, жұма күні дейді, адам мен жыннан басқа нәрсенің бәрі қорқады дейді. Біз жаңағыдай құр бейрам деп нетеміз ғой. Жұма күні адам мен жыннан басқаның бәрі қорқады дейді. Көктерде, аспанда, періштелерде, өйткені хабар жеткен бәріне. Қиямет жұма күні орнайды деген. Қараңыздар. Күн шығып болғанға дейін күн шығыстан. Сол уақытқа дейін қорқыныш тұрады екен. Неге күн шығып болғанға дейін? Қияметте қай жақтан шығады? Батыстан шығады. Көз жеткен кезде шығыстан шыққандығына, сол кезде жаңа қорқыныш тарайды дейді. Не қараңыздар. Адам алейхиссалам атамыз осы күні жаралған, осы күні жәннатқа кіргізілген, осы күні жәннаттан шығарылған деген демес. Және қияметте тек қана сол жұма күні орнайды дейді. Не үшін атаға жұма күні бізді жинап қояды мешітке, жұма намазына? Көрдіңіз бе? Бізді аман алғысы, аман алатындардың қатарында болуды қалауымызды көреді ата.